Еркек тоқты құрбандық тарихи әңгіме. Болған оқиғаның ізімен. Желтауда мешіт ұстап бала оқытып жүрген Бекжан Сопының Шопан ата басында шырақшы болғанына да бір жылға уақыт өтіпті. Тобыштардың қойымшылығы Шопан ата басындағы шырақшы кетіп ағайындары сұрағасының келген жайы бар. Бабықтың әбіжайынан тарайтын Мыңбай, Селбай ағайындары ұзап бай болмаса да, Бекжан ескіше хат танитын, ерекше сауатты болған. Сонысын қарап болса керек, халық арасында Бекжан Сопы деген атпен танымал болатын. Атаның басына зират етуге келгендерге Шопан ата жайлы білгендерін, ескінің көзі халық жадында қалған уағыз әңгімелерді көп айтатын еді. Бәсендеу, қоңыржай даусымен тыңдаушысын әп сәтте баурап алатын. Ресейде кеңес өкіметі орнап күшіне міне бастаған кез. Маңғыстауға әлі жете қоймайды десе де болғандай. Бәлкім, ең даладағы ауылға әсерін әлі тигізе қоймай алмай жатыр ма, әзірше тыныш, бір қалыпты өмір болып жатыр. Жұбайы Сәрсенбибі Әбубәкір кердерінің жақын қарындасы болып келетін. Әбубәкірдің әкесі марқұм Боранқұлмен мұның әкелері үзеңгілес, әрі тумалас болатын. Кішкентайынан сол Әбубәкірдің жырларын жаттап өскен. Сәрсенбибі бәйбіше бар білгенін қыздарына үйретіп әлек. 1920 жылдың көктемінде дүниеге келген қызы Оралжан да биылдары әкесінен дәріс алуға жарап кетті. Үлкен қызы Бақытқа биыл 10-ға толып жатыр. Қолы бос уақытта көрші ауылдардың балдарын жинап, алып арабша алатынша оқытады. Өзінің екі қызы солардың ішінде. Латын әрпінің бір жақсысы өз ана тілінде жазуға қолайлы болатын және араб әріптеріне қарағандай оңайлау көрінетін. Биыл қолдан қашап жасаған үңгірді біршама жөндеп, сылап ішін ақ тасты суға езіп ақтап алған. Іші жазда салқын, қыста жылы ұядай. Қарамағындағы 10 шақты бала ішіне сыйып кетеді. Шіркін, қазағымның пейілі кен ғой. Қаншама жоқшылық десе де, Тілеухана басында адам аяғы үзіліп көрмепті. Барына келіп, садақаларын беріп жатқаны. Оқып жатқан балалардың ата-аналары келген сайын құр келмей, анау-мынауларын беріп кетеді. Биыл Алла оңғарса Тілеухананы кеңейтпекші. Әйтпесе қазіргі жағдай әйтеуір жоқтан жақсы. Кеше сонау кетік жақтан ат артытып, Боранбай деген жолаушы келе қалғаны. Мақсаты осында бір түнеп, әрмен қарай Бекет атаға зират етуге кетпекші. Інім, алыстан келіп қалыпсың. Не хабарларын бар? Айта отыр. Ел іші тыныштық па әйтеуір. Біраз өзгеріс бар ғой аға. Кетіп басы абыр-сабыр. Майлыбайдың тәлпені ауылнай болғаны басымызға әңгір таяқ ойната бастады. Күнде бірдеме ойлап табады. Онсыз да әрең күн көріп отырған ауылға қырғидай тыюда. Біресе ет салығы, біресе тері салығы деме, әйтеуір тыныштық беретін емес. Қолына ұстап отырған кесесін төңкеріп тастады да жер шұқып отыра кетті. Бірдемені айта алмай қыбыртіктеп отырған. Аға, сол неме өткенде бір сөзінде кетіктен аттаскер шығады екен дейме, Маңғыстауды аралап кеңес өкіметін орнататын көрінеді дейме, малдарды жинап алып, қожа молдаларды ұстайды дейме, әйтеуір аузына қарап, қан толғырдың әңгімесі жаман екен, сақ болыңыз аға. Боранбай келіп кеткелі Бекжан Сопыдан ұйқы қашты. Япыр-ай, мана заман не боп барады? Қарабасын ойлап отырған жоқ. 5-6 ұсақ жандығынан басқа малы жоқ. Елдің жағдайы, бала-шағасының жағдайы, жұбайы Сәрсенбидің жағдайы не болмақ? Не де болса амал жоқ. Көппен көрген ұлы той, жаратқан Алла жар бола көр. Киік жортқан қу далаға солар келіп қояр дейсің бе деп күбірлеп өзін өзі жұбатқан болады. Тек өкінеттікі 2-3 жылдыққа рулас ағайындары Мыңбай, Селбайлар үстіртте көшкенде бізден бірге жүр. Жалғыз үй отырасың ба, айдалада дегенде тыңдамай қоймап еді. Оның себебі аталарының өсіп өнген жатқан жерін қимағандығы еді. Енді өзі олай-бұлай болып кетсе, бала-шағасының жұбайының жағдайы не болмақ деген беймәлім сезім ішін жалап бара жатқандай. 32 тістен шыққан сөз 32 елге жайылады демекші, малға санақ жүргізбекші. Ишан молдаларды ұстайды екен деген әңгіме ел іші гу-гу етеді. Осыдан қорыққан ауылдастары балаларын оқытудан үзілді-кесілді бас тартты.
Ендігі жерде сауаттары ашылып келе жатқан екі қызын оқытудан басқа ермегі қалмады. Жаратқан неме не жаздым екен? Артымда қалып ең болмаса өнерімді алып қалар бұл ұл бермегені деп іштей налитын. Бар білгенің жат жұрттыққа болса да сол екі қызына үйретпек әлек. Көбінесе көп бүк түсіп, теріс қарап жатып алатынды шығарды. Көзі ашық оқыған көп бәкеннің ойлағаны ел тағдыры, замана жүгі болатын. Әскер шығатын болыпты дегенді атаның басына зират етушілерге азайған, бірен саран жолаушылар соғушылар болмаса, ел аяғы суыған. 1927 жылдың күзінде бір топ атты әскер Шопан ата басына сау ете кетіп келді. Жолдан шаршаған, күздің салқын желі тондырған. Келе сала Тілеуханаға кіріп жайғасып алды. Ыссыз шай ішіп, қарындарына бірдеме барғасын, кейбіреулері маужырап ұйқыға кетті. Командирі болса, еркек кекіген ұзын тура офицер, ұлтты татарма деймін, әй-шәй қарамастан Бекжанның қолына кісен салды. Онысы қашып кетер деп сақтаған түрі. Сен молдасын ба, шыныңды айт. Тағы кімдер бар деп қуырып барады. Қолымда тізем. Әжігері Бекжан молда деп оқып қояды. Мен молда емеспін, ескіше сауатым бар, бала оқытатын, одан басқа ештеңе білмеймін деп отырып алды. Оған көнетін әлгілер ме, ертесіне дан қылан бере 5-6 жандығын алдарына салып, өзін дедектетіп айдай жөнелді. Кінді кескен туған жер, адал жары, екі шеттей қыздары, келі Шопан ата қонысы көзден бұл ұшып қала берді. Бекжан сұпы төртпақ, денелі, орта бойлы, қуатты мағым адам болады. 50-ден енді ғана еңсеріп тұла бойы даналықпен қоса күш-қуатқа да толы болатын. Бесеуін бес ұрып, мылтықтарын тартып алып, қол аяқтарын байлап қашып кетсем бекен деген содыр ойда келмеді емес. Бірақ артында қалған үй іші қолын жіпсіз байлады. 3 күн бойы тынбай жүріп отырған олар кетік шаһарына жетті. Маңдайшасына қызыл жалау ілген, бірақ үй іші абыр-сабыр, кілең қызыл жағалы әскери адамдар. Кейбіреулері шүлдірлеп орысша сөйлейді. Бірден дедектетіп тергеушінің алдына келді. Қасында жалпайып Майлыбайдың тәлпені отыр. Үлкен іс бітіріп жүрген кісімсіп, қасындағы шикіл сары орысқа шала орысшасымен бірдемелерді түсіндіріп әлек. Бекжан өзі жайлы әңгіме кетіп жатырғанын айтпай-ақ түсінді. Саған молда екенін мойындасын, халықтың басын айналдырып шулап жүргенді мойындасын дейді офицер мырза. Жоқ, мен молда емеспін, халықты улағаным жоқ. Қайта оқытып сауаттарын аштым. Онда неге сені сұпы дейді? Өтірік алдайсың. Мойындап қой. Мына қағазға. Жынданып, түкірігіне шашалған тәлпен орыс тергеушіден де асып тұр. Ұрып соғып та мойындата алмаған олар шарасыздықтан шаршап алып кетін деп айқайлады. Қастарына тұрған қарауыл болса керек. Сүйреп апарып тас түрмеге тоғытты. Есін жиып көзін ашса, қолқаны алтарлықтай шуаш иіс, бөлме ішінде өзі сияқты 30 шақты адам. Ішінде өзі танитын қаржау үйшан, жарым молда сияқты біраз бар екен. Тізім жасап берген тәлпен ит көрінеді. Көрінде өкіргір, түмімізге жететін болды деп қарғанып отыр біреуі. Ит қорлықта жатқандарына 3-4 ай болды. 1928 жылдың көктемі де туғалы тұр. Әйтсе де әлі күн ызғар, өнменімнен өтер суық жел. Таңертең ертемен барлығын шығарып, портқа айдай жөнелді. Ешкім ештеңе айтып жатырған жоқ. Қайда апаратындары белгісіз. Ішіндегі тәлпеннің жамағайыны сұрап қоймағасын жер аударады сендерді деген күңкілі естілді. Әйтеуір айтпайды екен, оған да шүкір, дейді кейбіреулері. Сонымен 30-да қуып апарып жағада тұрған бұл кемеге тықты. Қара түннің будақтатқан кеме батысқа қарай жол тартты. 2 күн, 2 түн бойы ауыр кеме теңіз толқынын тілгілеп қозғалып келеді. Соңғы кезде баяулап кідірмелеуі көбейді. Басқару каютасынан айғай естілді. Бұл қазаны істен шыққан. Оның үстіне қырсыққанда телеграф байланысы да жасамай тұр. Ендігі жерде айыптан тайып жолшыбай кеме кездеспесе аман қалулары екі талай. Кеме үстіндегі әскери күзетшілерді, теңізшілерді үрей басқан, дәрменсіздіктен жайлаған. Қамаудағыларға күнделікті беретін сұлы көжесі де қысқарған, күніне 1-ақ рет береді. Арада 1 ай өтті.
Камерада от жағуды доғарғалы бөлме іші азынап, күркілдеп өтірушілер көбейді. Бұлай отыра берсек аштан өлеміз. Бір айла істеу керек. Кеме боцманы зар илеп отыр. Аяқ астынан қарауыл бастығы орыс офицері бір шешімге келді. Тез арада тұтқындардан құтылу керек. Әйтпесе, көп ұзамай өзіміз өлеміз. Танауы желпілдеп, қанішердің көзінен от шашып тұр. Құдды осы шешімге келгеніне өзі дән риза сияқты. Кеменің қамақ бөлмесінің есігін ашып, палубаға шығыңдар, тез, деген боцманның даусы қатты жарды. Аштықтан бұратылған тұтқындар еріксіз сүйретіле орындарынан тұрып төбеге шыға бастады. Олардың арам ойын бірден түсінген Бекжан қасындағылармен қоштаса бастады. Өзегін өртеген әттегенайлар тұла бойын жайлаған шарасыздық кеудесін қысып тұншықтырып барады. Кеңес үкіметімен бірге келген халқының басындағы тажал, сол тажалға қарсы тұрар дәрменсіздік өкініш өні бойы бір сәт шарпып өтті. Бәрін кеме жағасына тұрғызып қойып, мылтық кезеніп, секіріндер деп айқайлап тұр жаналғыштар. Амалдары құрыған тұтқындар жапа-тармағай суға секіріп бастады. Осылайша әп-сәтте 30 адам көк теңізге шөміп жоқ болды. Еркек тоқты құрбандық деген осы. Тұтқындарды тиеп шыққан кеменің келетін уақыты өткелі бірнеше күн болған еді. Баку гарнизонының бастығы алдарынан шығып іздеуге пәрмен берді. 3 күн өткенде барып толқын тербеп тұрған Нан-Бук кемесінің үстінен шықты. Кеме басы тып-тыныш, жым-жырт. Тіршілік нысаны білінбейді. Іздеушілер командирі палубаға көтеріліп үнсіз тостиып тұрып қалды. Кеменің тұтқындар қамайтын бөлмесі бос. Үңірейіп, үрейлі ауызы ашық жатыр. Кеме экипажының бөлмесіне кіргенде барып болған жағдайды бірден түсінді. Аштықтан, суықтан қырылған экипаж мүшелері жайрап жатты. Кеме капитанының көзі ашық қалды. Көзі әлде үрейге, әлде өкінішке толы бұлқырайып қатып қалған. Бейкүнә 30 адамның қаны жібермепті. Насреддин Қожырбайұлы. Егер де осы оқыған әңгімеміз сізге ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыз. Менің каналыма қосылуға ұмытпаңыз.